Баршаңызға қайырлы күн. Тілім баклавасын дайындаймыз. Қазіргі таңда хит болып жатқан баклаваның бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттардың барлығын мен описанияға жазып қойдым. Ұнымыздың ортасын осылай шеңбер сияқты қылып сәл ғана ашамыз да тұзымызды саламыз. Ұн мен тұздың барлығын қолмен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Себебі ұнымыз бір жерде қалса ащы болып қалуы мүмкін. Содан соң барып суымызды құямыз. Келесі кезекте яблочный уксус, яғни алма қосылған уксусымызды қосамыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Барлық қоспаны салып болғаннан соң қамыр илеуді бастаймыз. Біздің қамырымыз қаттылау болуы керек. Бастапқы кезде қатты болып көрінеді, бірақ қазір біз қамырмен жұмыс жасаған кезде қамыр сәл болса да жұмсарып, әдемі болып қанады. Бас кезінде осылай қамырдың басы біріккенше осы ыдыста жақсылап тұрып араластырып аламыз да, содан соң барып қамырдың басы бірікті-ау деген кезде столдың үстіне барлық қамырды төгіп, осы столдың үстінде қамырды илейтін боламыз. Біз қамырға тұз бен жұмыртқа қосқандықтан толықтай сіңу үшін столдың үстіне алып, ары-бері тартқылап, иін қандыратын боламыз. Дәл осы процесті кемінде 20 минуттай жасасаңыздар, әдемі қамыр иленіп шығатын болады. Бастапқы кезде шын мәнісінде қатты болып, басы бірікпейтіндей болып көрінеді. Сіздер дұрыс қамырмен жұмыс жасасаңыздар, қамыр әдемі болып иленіп шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар видеодағыдай. Егер олай жасамасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз дұрыс шықпай қалады. Жайылған кезде бір қалыпты болып жайылмай қалады. Арасы жұмсақ, бір жері қатты болып қалады. Сондықтан қамырмен жұмыс жасағанда дәл осы процесті қайталауды ұмытпаңыздар. Мінекей, менің қамырым да дайын болды, жұмсақ болды. Сәл болса да бетін пакетпен жауып, кемінде 1 сағатқа қалдырамыз. Яғни біздің қамырымыз демалып, иі қану керек. 1 сағат өткеннен соң таразыға өлшеп 8-9 бөлікке бөлеміз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Граммы өзіңіздің қалауыңыз бойынша, үлкен қылсаңыз да, кіші қылсаңыз да, кесіп жатқан кезде осындай ауаларын біріктіріп, қамырды осылай қысып біріктіріп жіберіңіздер. Сонда қамыр әдемі болып жайылады. Ауа кіріп кетсе де тесік болып жыртылып қалуы мүмкін. Дәл осылай мен домалақтап аламын да, таразымды қосып, граммын көріп алам. Қалған 8 қамырымның барлығын дәл бірдей қылып бөлетін боламын. Жайған кезде барлығының домалағы бірдей болып шығады. Міндетті түрде қыздар, таразы керек. Баклава істеген кезде таразы қолданыңыздар. 9 бөлікке бөлдім. Осылай бетін пакетпен жауып, біртіндеп алып, домалақтап жаятын боламыз. Қамырды осындай оқтаумен ортасын баспай, екі шетінен домалақ пішіндес қылып келтіріп аламыз. Қатты домалақ болмаса да, соған сәйкес қылып жаямыз, ортасын баспаймыз. Дәл осылай екі шетінен созыңқырап отыратын боламыз. Барлығын дәл осылай жасап шығыңыздар. Міне мен 9 қамырдың барлығын осылай бірдей қылып жайып алдым. Міндетті түрде кукурузный крахмал пайдаланамыз. Табуға тырысыңыздар. Егер кукурузный крахмал мүлде табылмаған жағдайда, ұн мен картоп крахмалын алмастырсаңыздар болады. Картоп крахмалын осы кезде көптеу себіңіздер, жүгері крахмалын дегенім ғой. Осы кезде көптеу себіңіздер. Содан соң оқтаумен ортасын баспай, шетінен қамырды созып шығатын боламыз. Осындай үлкен болып созылады. Осы кезде осы процесті тоқтатамыз да, қамырымызды біртіндеп аламыз. Арасында кейбіреулері кішкентай болып қалғандары бар, және де бастапқы кезде қамырды жайып атқан кезде, біздің крахмалды сепкен кезде қамырға тез сіңіп, өзінің бойына тез жинап алады крахмалды. Кішкентай болып қалған қамырларымызды сәл-сәл шетінен басып, созыңқырап, жаңағы жайған қамырымызбен барлығының мөлшерін бірдей қылып аламыз да, тағы да дәл сол процесті қайталаймыз. Шетінен басып, қамырды созамыз.
қарап отырыңыздар, арасы жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан кукурузный крахмалды сәл болса да көптеу себіңіздер бастапқы кезде. Осы кезде мен қамырды тоқтатам жаюды. Барлығын бірдей жаймаймын, 9 қамырды бөліп 3-3-тен жаятын боламын. Себебі ауыр болып кетуі мүмкін, арасы жабысып та қалуы мүмкін. Немесе осылай қолыңыз үйренгенше біреулеп те жайсаңыздар болады. Ол маңызды емес қыздар, барлығын бірдей жаю. Ең бастысы қамыр бір қалыпты, әдемі жұқа болып жайылу керек. Сіздің кез келген бір затты қойған кезде соның көлеңкесі, яғни жазуы көрінетіндей жұқалықта жайылуы керек қамыр. Бұл кезде крахмалды көп сеппеңіздер, себебі дәмі шығып кетуі мүмкін. Аз-аздан сеуіп жаямыз. Міне осындай жұқалықта біз жайып болдық. Келесі кезекте қыздар, мен әселпештің тапасын пайдаландым. Осылай домалақтап үстіне қоямын да 1-2 сантиметр сәл алыстау қылып пышақпен айналдырып кесіп шығам, яғни домалақ пішін жасаймын. Қаттырақ басып кесіңіздер, барлығы бірдей кесілуі керек, 9 қамырдың барлығы. Кесіп болғаннан соң сіздердің қамырларыңыз арасы пышақ тимеген жерлері болса, жайлап, қатты емес, жай-жайдан екінші қолмен тартқылап, әдемілеп пішінімізді келтіріп аламыз. Міне толықтай кесіп дайындап қойдым. Осының барлығын оқтауға орап бөлек алып қоямыз да, қалған шетіндегі қамырды етке, яғни ет асқан кезде пайдаланатын қамыр сияқты әдемілеп ықшамдап кесіп аламыз. Табамызды бірінші майлаймыз. Міндетті түрде тұшытылған май пайдаланамыз. Менің каналымда рецебі бар, описанияға ссылкасын қалдырам, сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Толықтай осылай кесішкамен жақсылап тұрып майлап аламын. Содан соң барып, жаңағы біздің кескен бірінші домалағымызды қоямыз. Таза домалақ кесілген қамырымызды қойып, жақсылап орналастырамыз. Міндетті түрде шет-шеті қалың болып кетпейтіндей, жабысы қалмайтындай әдемілеп келтіреміз. Содан соң барып ешқандай май жақпаймыз. Жаңағы кескен қамырымызды жұқалап 2 реттен қойып шығамыз. 2 қатар қылып қоямыз. 2 қатар қылып қойғаннан соң барып сұйық майымызды себіңкіреміз. Жақпаймыз, жай ғана сеуіп шығамыз. Жақсы жағатын болсаңыздар, қамыр жабысып бір-бірімен дұрыс жағылмай қалады. Сондықтан майды сеуіп жаққандарыңыз дұрыс. Содан соң барып жаңағы 9 қамырдың екінші домалағын әкеп орналастырамыз. Тағы да бетіне май жағамыз. Осы кезде майды жағып шықсаңыздар болады, себебі қамыр бір тегіс болғандықтан май әдемі болып жағылады. Ал жаңағыдай жағдай болған кезде, ол кезде майды себіңкіреңіздер, барлық жеріне тегізіп. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, молынан әдемі ғып жағып шығыңыздар. Осы кезде біз начинкасын дайындаймыз, яғни салмасы. Салмасына мен фисташка мен орехты араластырдым. Блендермен жақсылап тұрып езіп алдым. Сіздерде фисташка болмаған жағдайда орех, басқа да жаңғақтар пайдалансаңыздар болады. Ол міндетті емес, міндетті түрде фисташка болу деген міндетті емес. Бірақ сіздер фисташка қоссаңыздар, дәмі одан сайын дәмдірек болады. Дүкендерде шамамен 1,5-2 теңгеге сатып алсаңыздар, бір жасағанға жетеді. Және де осылай барлығын сеуіп, жақсылап орналастырып болғаннан соң қамырымызды жайғастырып, тағы да майымызды себіңкіреп шығамыз. Жаңағы бірінші жасаған процесті дәл осы кезде қайталаймыз. Мұқият қарап отырыңыздар. 2 қабат қылып қамырдың бәрін орналастырып болғаннан соң қалған домалақ қамырымызды 3 қабат қылып жаямыз. Арасына сол кезде жаңағы тұшытылған майымызды жағып отыруды ұмытпаңыздар. Каждый 1 қабат қойған сайын сары майды жағып отырамыз. Мен ең соңғы қамырды бетіне жауып жатырмын.
Осы кезде пышақтың артқы жағы мен артық қамырлардың барлығын ішіне кіргізіп тастаймыз. Қазір біз бөліктерге бөлген кезде шашырамайтындай, әдемі болып, піскен кезде де әдемі болып шығатындай артық қамырдың барлығын ішіне қарай қайырып жіберіңіздер. Өте оңай жасалынады. Содан соң барып қамырды кесіп шығамыз, яғни тілімге бөлеміз. Осылай дәл видеодағыдай жасап кессеңіздер оңай әрі әдемі кесіледі, және де теңдей болып кесіледі. Ең алдымен осылай 6 бөлікке бөліп аламыз, содан соң барып қайтара тағы да бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге әдемілеп теңдей қылып бөліп болғаннан соң тұштылған майымызды толықтай бетіне құйып жібереміз, және де барлық жеріне тиюі керек. Қамырға май толықтай сіңгенше 20-25 минут пешке салмай ұстай тұрамыз. Пешке салып пісіріп аламыз. Сіздің пешіңіз әсел пеш болатын болса, дәл менікі сияқты бірінші астын 15-20 минут пісіріп аламыз. Содан соң барып үстін 25-30 минут пісіріп аламыз. Ешқандай қатып қалмайды, ешқандай шикі болып қалмайды. Ал егерде асты үсті жақын емес алыс пеш болатын болса, шамамен жарты сағаттай пісіріп алсаңыздар болады теңдей. Шәрбатын дайындаймыз. Салқын суға қантты салып, толықтай 35-40 минут асықпай отта қайнатамыз. Қайнап болған шәрбатқа ыстық күйінде лимонның шырынын құйып, шамамен 15 минуттай ұстаймыз отта, ең төмен отта. Содан соң барып біздің шәрбатымыз дайын болғаннан соң қатты ыстық күйінде пештен шыққан баклавамызға құямыз. Міндетті түрде біздің баклавамыз пештен шыққан кезде сразу құйыңыздар, суытып құюға болмайды. Шәрбат қою болу керек. Шәрбатты құйған кезде баклавамыз қалқып кетпейтіндей, яғни жүзіп жататын болса, сіздердің шәрбаттарыңыз дұрыс қайнаған жоқ. Дәл осылай шәрбатты құйғаннан соң шәрбат өзінен өзі толықтай сіңіп кетеді. Шәрбатты құйып болғаннан соң бөлме температурасында суытып, содан соң бір күнге холодильникке салып қоямыз. Дәл осылай тапсырысқа дайындап берсеңіздер де өте әдемі болып келеді. Арнайы коробкаға салып, достарыңызға жіберсеңіздер де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, қыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта тағы да тегін мастер-класстар болады. Пікіріңізді қалдырып, өз ойыңызды жаза кетіңіз.